Сәлем қыздар, бүгін сіздермен өте дәмді, өте пайдалы овсяный печеньемен бөліспекшімін сіздермен рецептісімен. Міне осы рецептпен мен неше жылдан бері дайындап келемін. Ешқандай да уақыт та кетпейді, және де қатты бір қымбат ингредиенттер кетпейді. Ең бірінші бізге не керек болады? Бір жұмыртқа дайындау үшін, және де 150 грамм комнатный температурадағы масло. Маргаринді қолдансаңыздар болады, бірақ май әрине табиғи болып саналады. Негізі маргаринді қолдануға болады. Сахар қажет болады. Және де 150 грамм ұн, 150 грамм жаңағы хлопьялар керек болады. Овсяный хлопьялар, мұны байқасаңыздар, мен жартылай ғана блендерден өткіздім да, жартылай өткізбедім. Себебі маған осылай арасында жүргенде ұнайды, жеген кезде әдемі бір вкус болады. Сіздер кәдімгідей блендерден полностью ұн сияқты жасап өткізіп жіберуге болады. Разрыхлитель қажет болады, 1 чайный ложка. Менде 8-10 грамм разрыхлитель қажет болады. Ең бірінші жасау үшін жұмыртқамызбен сахарымызды миксерлеп аламыз. Сахар бізде 140 грамм. Миксерлейміз. Және де комнатный температурадағы 150 грамм. Сливочный масломызды саламыз. Миксерлейміз. Миксерлеп алдық. Енді қыздар, разрыхлительмен ұнды бірге қосып жіберуге болады, немесе бөлек салуға да болады. Овсяный печеньемізді саламыз, хлопьяларымызды. Енді қолымызбен араластырамыз, өйткені миксердің көмегімен араластыруға да болады, бірақ қолмен араластырған дұрыс. Қыздар, салып алдық. Енді ұнымызды саламыз біртіндеп. Бірінші жартысын саламыз да, жақсы илеп аламыз. Араласуға тиісті барлығы. Енді қалған саламыз. Жақсылап тұрып июын қандырып илейміз. Осындай қолға жабыспақ теста болады өзі. Ол жағынан қорықпаңыздар. Осындай болуға тиісті. Рецепт бойынша жасаңыздар. Егер дұрыс шығу үшін рецепт бойынша жасау керек. Барлығын весімен өлшеп. Енді менде мынандай кішкентай весі болмағандықтан, мен алдын ала өлшеп алдым. Үлкен весі болғандықтан барлығын өлшеп алдым. Осындай қолға жабыспақ теста шығады. Қазір печеньелерімізді противенге салып пісіретін боламыз. Қыздар, міне пергамент противенімізді дайындап алды. Алдын ала пешімізді қыздырамыз. 180 градуста 10-15 минут піседі. Әркімнің пеші әртүрлі. Сондықтан қарап отырыңыздар. Қатты күйіп кетпесін. Егер қатты күйіп кететін болса, көбірек пісетін болса, сіздердің печеньелеріңіз қатты болып қалады. Міне мен кішкене ұн дайындап алдым, чтобы қолдарыңызға жабысатын болса, қанда ұнды кішкене ғана жағасыздар осылай. Печеньелерімізді алып, осындай кругтар жасаймыз. Шарлар жасаймыз, шар тәрізді. Жай ғана басып қойып қоямыз. Араларын кішкене алшақ қойған дұрыс. Бір-біріне жабыспауы керек. Тура осындай көлемде
печеньені жақсы көргендіктен өте көп жасаймын. Шыны керек 2 неделяда бір рет жасап отырамын. Басқа да печеньелердің рецепттерімен алдағы уақытта сіздермен бөлісемін. Балаларыма жасап беретін печеньелер бар. Қонақтар келген кезде жасайтын печеньелер. Өзім күнделікті жегенге осы печеньені жақсы көремін. Міне қыздар, тура осылай жасап аласыздар. 180 градусқа 10-15 минутқа қоямын. Мен пешімде 12 минут пісіремін. Осындай болып шығады. Қазір сіздерге көрсетем ортасын. Міне. Өте дәмді қыздар, жасап көріңіздер. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Егер де осындай кішкентай қылып жасағыларыңыз келсе, тестаны кішкене аз-аздан шарикте жасайсыздар. Қыздар, мына печеньемді осындай тарелкаларға салып алдым. Енді үстіне көп емес, аздап сахарный пудрамен әсемдеуге болады. Тура рецепт бойынша жасасаңыздар, қыздар, 100%-ға дұрыс шығады. Жасап көріңіздер. Сәттілік. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін. Өте дәмді печенье, 100% дұрыс шығатынына мен сенімдімін. Өте оңай әрі пайдалы.